Саламатсыздар ма балалар? Мен Қызылорда қаласындағы нөмірі 12-ші Ілияс Қаулов атындағы IT мектеп лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Нұрманова Өрік Ердәулетқызымын. Бізде бүгін қазақ тілі 9-шы сынып. Біздің тақырыбымыз ата-бабаның асыл арманы. Сабаққа негізделген оқу мақсаттары қоғамдық саяси, әлеуметтік экономикалық, ғылыми тақырыптарға байланысты әртүрлі жанрдағы кең көлемді мәтіндердегі жолдаудағы мақсатты аудитория мен көркемдегіш құралдардың ролін талдау. Жинақталған материалдар негізінде көзделген мақсатқа сәйкес ауызша және жазбаша мәтіндер үшін күрделі жоспар құру. Балалар, мәтінді оқып шығып, мақсатын анықтаймыз, сұрақтарға жауап береміз, күрделі жоспар құрамыз. Менімен бірге оқуларға болады. Біз үшін ортақ тағдыр, біздің мәңгілік ел, лайықты әрі ұлы Қазақстан. Мәңгілік ел жалпы қазақстандық ортақ шаңырағымыздың ұлттық идеясы, бабаларымыздың арманы. Егеменді дамудың 22 жылында барша қазақстандықтарды біріктіретін ел болашағының іргетасын қалаған басты құндылықтар жасалды. Олар көктен түскен жоқ. Бұл құндылықтар уақыт сынынан өткен қазақстандық жол тәжірибесі еді. Біріншіден, бұл Қазақстанның тәуелсіздігі және астанасы. Екіншіден, бұл қоғамымыздағы ұлттық бірлік, бейбітшілік пен келісім. Үшіншіден, бұл зайырлы қоғам және руханият. Төртіншіден, бұл индустрияландыру мен инновацияларға негізделген экономикалық өсім. Бесіншіден, бұл жалпыға ортақ еңбек қоғамы. Алтыншыдан, бұл тарихтың, мәдениет пен тілдің ортақтығы. Жетіншіден, бұл еліміздің ұлттық қауіпсіздігі және бүкіл әлемдік өңірлік мәселелерді шешуге жаһандық тұрғыдан қатысуы. Осы құндылықтардың арқасында біз әрдайым жеңіске жеттік, елімізді нығайттық, ұлы жетістіктерімізді еселедік. Жаңа қазақстандық патриотизмнің идеялық негізі осы мемлекет құраушы жалпы ұлттық құндылықтарда жатыр. Біз өз халқымыздың игілігі жолында ұлы мақсаттарды алға қоямыз. Әсіресе жастарымызға мынаны айтамын: бұл стратегия сіздерге арналған. Оны жүзеге асыратын да, жемісін көретін де сіздер. Өз жұмыс орындарыңызда отырып, осы жұмысқа әрқайсыңыз атсалысыңыздар. Немқұрайлық танытпаңыздар. Елдің болашағын барша халықпен бірге жасаңыздар. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы 17 қаңтар 2014 жыл. Енді балалар, өздерің жаңа мәтінді оқып шықтыңдар, бірнеше ой түйіндедіңдер. Енді төменде көрсетілген сұрақтарға мүмкіндігінше дұрыс жауап беруге тырысайық. Бірінші, мәңгілік ел, мұрат деген ұғымдарды қалай түсіндіреміз? Мәңгілік ел болу үшін не керек? Мына жердегі бос тұрған кластерге түсіреміз, яғни ойымызды ойша жүйелеп қағаз бетіне түсіруге де әрине болады. Мәңгілік елдің сипаттары. Жақсы, енді ықтимал жауаптардың мен ұсынған нұсқаларымен өз ойларымды салыстырып көріңдер. Мәңгілік елдің сипаттары: өзіндік конституциясы болуы қажет, экономикалық тұрақтылық, білім сапасы жоғары болуы қажет және демократияның орнығуы міндетті екен. Енді осы мәтін бойынша күрделі жоспар құрып көрейік. Бұл 3 бөлімнен тұрады: кіріспе, негізгі, қорытынды бөлім. Өзіміз жаңағы мәтіндегі абзацтар бойынша, ойдың жүйеленуі бойынша 3 бөлімге жоспарды ойша құрып отырсаңыздар, енді мен ұсынған нұсқамен салыстырып көрейік. Күрделі жоспарда кіріспе: мәңгілік ел жалпы қазақстандықтардың ұлттық идеясы. Негізгі бөлімде бабалардың арманы,
құндылықтар қазақстандықтардың жол тәжірибесі. Қорытынды бөлім ұлы мақсаттардың құндылығы деп алып отырмыз. Үйге тапсырма бермес бұрын біз бүгінгі сабақта мәңгілік ел идеясы мен мәңгілік ел сипаттары мен мәтін жоспарымен таныстық. Ал енді үйге елбасы жолдауын толық тыңдап, көркемдегіш құралдар арқылы ата-баба арманы мен өз арманымызды үндестіре отырып, ұқсастықтар мен ерекшеліктерін ажыратып жазып келеміз. Сау болыңыздар.